Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ажархан Ситқазықызы. Егер сізге эпилепсия диагнозы қойылатын болса, эпилепсияға қарсы препарат қолдансаңыз да приступтарыңыз жиі ұстап жататын болса, бұл видеода айтылатын 6 кеңесті орындайтын болсаңыздар, міндетті түрде приступтарыңыз азаятын болады. Видеоның соңында дейін көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басатын болсаңыздар, каналда шыққан жаңа видеоларды бірінші болып көріп отырасыздар. Міндетті түрде подписка жасауды ұмытпаңыздар. Егер сізге эпилепсия диагнозы қойылатын болса, приступтарыңыз жиі ұстайтын болса, сіздерге бірінші кеңес бұлшықеттің тонусын төмендететін жаттығулар жасау. Ол қандай жаттығулар? Біріншісі ол дыхательная гимнастика дейді. Яғни тыныс алумен жұмыс жасау керек. Екіншісі ол йога. Йога ол бізде бүткіл бұлшықеттердің тонусын төмендетеді, бұлшықеттеріңіз созылады, буындарыңызда қан айналымы жақсарады. Сондықтан сізде ұйқыңыз жақсарады, эмоциональный фон жақсарады и сіздердің приступтарыңыз азаяды. Бұл туралы сіздер ақштың соңғы зерттеулері арқылы білсеңіздер болады. Сіздерге ссылкасын описанияға тастап кететін боламын, көріп оқып шықсаңыздар болады. Екінші кеңес ол сіздерге поведенческая когнитивная терапия дейді. Яғни жаңағыда есте сақтау қабілетімен, ойлау қабілетімен жұмыс жасау деген сөз. Бұл дегеніміз сіздер психологпен жұмыс жасауларыңыз керек. Психолог сіздерге ауруды қабылдауды үйретеді, және де психоэмоциональный фонды жаңағыдай төмендетуге жұмыс жасайды. Сіздер өздеріңіз ауруларыңызды қабылдайтын болсаңыздар, және де депрессия мен тревогадан, яғни уайымшылдықтан арылатын болсаңыздар, сіздерде приступтарыңыздың жиілігі азаяды. Сондықтан міндетті түрде психолог маманына жүгініңіздер. Келесі үшінші кеңес бізде ол кезбе нервтің стимуляциясы. Ол соңғы кезде жиі қолданып келе жатқан әдіс. Кезбе нервті стимуляциялайтын специальный аппарат қойылады. Сол арқылы сіздердің приступтарыңыз азаюы мүмкін. Дәрігеріңізбен кеңесіп, осы жаңағыдай ем туралы сұрап көріңіздер. Егер сіздерге болатын болса, осыны жасап көріңіздер. Сол кезде сіздерде приступтарыңыз азаяды. Келесі төртіншісі ол кетогенная диета. Кетогендік диета дегеніміз соңғы кезде жиі қолданып жатқан жаңағыдай термин. Бұл диета кезінде сіздер өте жаңағыдай майлы тағамдар қолдану арқылы ағзада кетондардың көбею кезінде сіздердің приступтарыңыз азаюы мүмкін. Сондықтан кетогенная диетаны қолданып көрсеңіздер болады. Келесі кеңес ол 5-ші витамин D-ны қолдану керек. Бізде D3 ағзада кальцийдің сүйекке сіңуіне жауап береді. Егер ағзада D3 аз болатын болса, бізде кальций сүйекке сіңбей бұлшықеттерге жиналып, бұлшықеттің тонусын жоғарылатады. Кальций бұлшықеттерде көп болатын болса, сіздерде жаңағыдай приступтың қайталану қаупі жоғары болады. Сондықтан сіздер D3-ді қолданатын болсаңыздар, кальций сүйекке сіңіп, қанда және бұлшықетте азайып, тонустарыңыз төмендеп, және де эпилепсия приступы азаю мүмкін. Келесі ең соңғы кеңес ол шөптермен емдеу. Шөптермен емдеу дегеніміз сіздерге жаңағыдай нерв жүйесін тыныштандыратын, тонизирующий шөптерді қолдансаңыздар, жаңа дәрі-дәрмекке қосымша сіздерге тоже эмоциональный фонды жақсартады, ұйқыны қалыптастырады. Сондықтан шөптермен емдіді қолданып көрсеңіздер болады. Осы 6 кеңесті пайдаланып көріңіздер. Егер приступтарыңыз азаятын болса, міндетті түрде комментарияға жазып бөлісіп кетіңіздер. Сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк баса кетіңіздер. Видеомен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ажархан Ситқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.